Мен Сәулет мектеп-лицейінің 10 сынып оқушысы Рақым Жұлдыз. Тасқала ауданы Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батыс бөлігінде Шығыс Еуропа жазығының оңтүстік-шығысында орналасқан. 1933 жылы құрылған. Жер аумағы 8,1 шаршы километр квадраттық құрайды, яғни облыстың 5,4%-ға жуық бөлігін алып жатыр. Аудан халқының құрамы көпұлтты. Ерекше ауданымыз 17 мың адамды баурайына сыйғыздырған, тарихи ескерткіштерге, басқа да көрікті жерлерге өте толы аудан болып табылады. Тасқала ауданының территориясы кең көлемдегі ендік бағыттағы қоңыржай климаттық белдеудің ортасында жатыр. Абай ескерткіші, оң қолына ашылған кітап ұстап тұрған ойшыл ақынның образы алысқа көз тігіп тұрғандай. Азалы ана ескерткіші, Ұлы Отан соғысында қаза тапқан ұлдарын жоқтаған ананың қайғы-қасіретін бейнелейді. Деркөл өзені, аудан территориясы арқылы жоғарғы және орта ағысының жоғарғы бөлігі өтеді. Аудан аумағындағы Деркөл өзенінің ұзындығы 64 км. Ешкітау, биіктігі жағынан Батыс Қазақстан облысындағы екінші теңіз деңгейінен 254 метр биіктікте жатқан нүкте. 2002 жылы мұнда ұзын саны 200 данадан астам тас артефактілері барлай іріктеліп, жинастырылып зерттеу жүргізілді. Артефактілердің ішіндегі жабдықтар бифас, полукин және тағы басқа қалдықтар басым болып келетін. Ал енді ауданымыздың көрікті де әдемі Ақтау ауылының Ақбұлақ бұлағы туралы айта кетсек. Ақбұлақ бұлағы жақсы жабдықталған қуатты бұлақ, сыр талды үстіртті кемерінің жалақтанып жатқан қалған бор жыныстарынан шығып жатыр. Бұлақтың айналасында негізінен шалғынды өсімдіктер өскен, бүрлі жарым талдар кездеседі. Бұтақтың айналасында құмдас түйіршіктен төселіп, төмен түсетін баспалдақпен демалушылар отыратын күркешемен жабдықталған. Бұлақ Ақтау ауылының шеткі жағында, Тасқала, Александров, Гай тас жолының шығыс жағына қарай 500 метр жерде Ақтау ауылының округінің аумағында орналасқан. Мен өзімнің бейнеролигімді осы сөздермен тамамдағым келеді. Жайнай бер Тасқала, қимаймын басқаға, мақтаныш өзіңсің, үлкенге, жасқа да.